Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепалды даярлық сыныбы тәрбиешісі Танбаева Жанай Абаевна. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме балалар? Таным білім беру саласы математика негіздері. Ұйымдастырылған оқу қызметі тақырыбы оң көлемінде тура және кері санау. Ұйымдастырылған оқу қызметі мақсаты цифрды бастырып жазуға дағдыланады, онға дейін тура және кері санауды үйренеді. Балалар, бүгінгі оқу қызметімізді шаттық шеңбермен бастайық. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз. Барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде мен сіздерге қызықты тапсырмалар жолдаймын. Ануар әкесі мен және Дана анасымен бірге пойызда Астана қаласына келеді. Пойыз неше вагоннан тұрады? Ануар пойыздың бірінші вагонында, ал Дана анасымен пойыздың 10-шы вагонында. Кәне балалар, пойыздың вагонын санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поезд 10 вагоннан тұрады екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сіздер бірден 10-ға дейін тура және кері санай аласыздар ма? Кәнекей, олай болса, бірге қосылып санайық. Тура ретімен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кері ретімен санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Келесі тапсырмамыз мысықтың тапсырмасы. Түсіп қалған сандарды тап ойына. Бұл жерде түсіп қалған сандарды табайықшы. 0. 0-ден кейін қандай сандар жоқ? 3. 3-тен кейін қандай сандар жоқ? 6, 7. 7-ден кейін қандай сан жоқ? 9. 9-дан кейін қайсы сан жоқ? Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, құстай қанат қағайық. Бір отырып, бір тұрып, біз тынығып алайық. Келесі тапсырманы орындау үшін математика дәптерлерімізді ашамыз. Қандай вагондардың нөмірі жоқ? Жаз. Тура ретімен 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Кері ретімен 10, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Келесі тапсырмамыз. Сурет бойынша әңгімелеп бер. Төбешікте неше бала тұр? Сана. Төбешікте неше бала төмен түсті? Төбешікте нешеу қалды? Цифрларды жапсырамыз. Суретке қарап балаларды санаймыз. Балалар, келесі тапсырмамыз. Әр пойызға бір вагоннан жапсыр. Неше вагон болды, ата? Бірінші қатарға 3 вагон, бір вагонды жапсырсаң неше вагон болады? Екінші қатарда 4 вагон, бір вагонды жапсырсаң қанша вагон болады? Үшінші қатарда 7 вагон, бір вагонды жапсырсаң қанша вагон болады? Жарайсыңдар балалар. Осы тапсырмалардың жауабын сіздерден күтемін. WhatsApp желісі арқылы маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.